Жас жұбайлар көлігінде ерекше бір үнсіздік орнады. Жаңа түскен келін мен күйеу жігіт екеуі өкпелі, бір-бірімен сөйлеспей бара жатты. Көлікке отырғанға дейін өз-өзін қинап күліп жүрген еді. Енді бүкіл энергиялары біткен секілді. Осы күнді сабырсыздықпен күткен еді. 2 жыл болды танысқандарына. Бір-бірін қатты сүйген еді. Той күні өмірлерінің ең бақытты күні болады деп ойлаған Әлия. Ол үшін бұл күнді желкеден шығарған қайын-енесін бір қасық суға батырғысы келді жас келіннің. Қайын-енесі ешкімді тыңдамай, өзі қалаған арзанға түскен бір тойхананы жалдаған болатын. Тойханаға шақырған қонақтар үшін тар болды. Қонақтар сыймай қалды, орынсыз қалғандары да болды. Әлия мен анасы осы жағдай үшін қатты ашулы болды. Көңіл күйлері болмады. Әлия той біткенге дейін үнсіз отырды. Арман үшін бұл жағдай проблема болып көрінбеді. Ата-анасы бәрі жақсы болсын деп жүгіріп жүрді. Орынсыз қалғандарға орын табуға тырысты. Той біткеннен кейін Әлия ата-анасымен қоштасты. Сүйемін, күйемін демесен, мен бұл сарандарға қызымды берер ме едім, деді Әлияның анасы. Әлия анасына қандай жауап берерін білмей тұрды. Әкесі ешкімге байқатпай қызының қолына бір конверт ұстатты. Осы хатты үйге келген кезде міндетті түрде оқы қызым, деп Әлияның құлағына сыбырлады. Үйлеріне жеткенге дейін үнсіз болды жас жұбайлар. Арман қалтасынан үйдің кілтін шығарды, бірақ есікті ашпады. Әлияға қарап, жаным әйелім, кел, осы уақыттан бастап бүкіл проблемаларды осы үйдің сыртына қалдырып, осы үйге 2 ғашық болып кірейік. Болып жатқан жағдайлар бізден маңызды емес, деді. Әлия жарайды деп айта алмады. Той барысында ішінде жиналған айтылмаған сөздер де бар еді. Оларды Арманға айтпағанға дейін жаны тыныштық таппады. Саған айту оңай, әрине, деді. Тойым желкемнен шықты. Әрине ананың жасағанын естігім келмейді. Осыдан кейін ананды көргім келмейді, деді Әлия. Ол менің де тойым болды, бірақ сенің көңілсіз болғанын мен де көңіліме қаяу түсірді. Бірақ не істей аламыз? Болғаны болды. Осының бәрін сыртта қалдырайық деп саған осы гүлді ұсынамын, сыйлаймын жаным. Есікті аш, мен қатты шаршадым, тұратын жағдайым жоқ, деді Әлия. Жарайды, мен де шаршап тұрмын. Қазір тойға қатысты ештеңе естігім келмейді, ертең сөйлесеміз, деді Арман. Үйге кіргеннен кейін сөйлеспей екеуі де жатып қалды. Бір-біріне қол тигізгісі де келмеді. Әлия алдын ала дайындаған жібек киімінің орнына ескі пижамасын киіп төсектің бір бұрышына жатты. Арман да екінші жағына жатты. Қатты шаршағанына қарамастан бір түрлі ұйқысы келмеді. Әлияның есіне әкесі берген хат түсті. Сөмкесінен шығарып оны оқи бастады. Сүйікті қызым менің Әлиям. Бүгін ұядан ұштың. Енді өз жанұянды құруға уақыт келді. Алла жазса өте бақытты боласың қызым. Сенің бақытына пайдасы тиетін менің әкелік насихатым бар. Бұларды саған айтайын ба деп көп ойландым. Бірақ сөз ұшып кетеді, жазғаным қалады, дейді. Қалсын деп мен де хат жазуға шештім. Мүмкін маған әке сенің бақытты отбасылық өмірің бар ма? Маған насихат айтатындай дерсін. Білемін қызым, сол үшін осы хатты жазып жатырмын. Біз анашын екеуміз бір-бірімізге ғашық болып үйлендік. Бірақ ғашықтығымыз ұзақ өмірлі болмады. Мен де анан да қателіктер жасадық. Бұл махаббаттың неге біткенін, неге махаббатсыз өмірге душар болдық, мен өз ойыма қарай ашықтаймын. Анан да өз ойына қарай ашықтайды. Қыз балалар анасынан үлгі алады, дейді. Мені ананның суытқан қателіктерін жазамын, сен де оларды жасамауға тырыс қызым. Өйткені сен әйел баласы болғандықтан ерлердің қандай нәрселерден көңілі қалатынын білмейсің. Осы сөздерім құлағына алтын сырғадай болсын жаным. Қызым, еркекті 3 нәрсе жұқартады. Біріншісі, әйелі жағынан құрмет көрмеуі, тәрбиелеп жатқан бала секілді көруі. Бұл нәрсе еркекті ренжітеді және әйеліне болған махаббатын азайтады. Әйел күйеуіне отағасы, үй бастығы ретінде қарау керек қызым. Бір еркекті нағыз еркек болуға жол берілмесе, жағдай бұзылады. Жаным қызым, жолдасынды құрметте, ол да саған махаббатын көрсетсін. Екіншісі, әйел күйеуінің отбасын жақсы көрмесе, сыйламаса еркек әйеліне қатты ашуланады.
Жаным қызым, жолдасының туыстарын құрмет ет, оларды жақсы көруге, олармен жақсы қарым-қатынаста болуға тырыс. Оларды өсектеме, қателіктер әлбетте болады, барлығымыздың да қателіктеріміз бар. Қателіктеріне мән берме. Ешқандай еркек сені қатты сүйемін ғашығым, бірақ ананды сүймеймін деген әйелдің сөзі рас екеніне сенбейді. Әйелдердің көбісі дәл осылай сөйлемесе де қайын анасын жақтырмайтын мүмкіндік туған кезде көрсетеді. Бір еркекке анан сенің өсекші, анан саран, анан мен жайлы жаман сөздер айтады, анан салақ деп айтуы еркек үшін сен өсекші жаман бір әйелдің жаман баласысың деп айтқанымен тең. Еркектер бұл сөзді сен жаман әйелдің жақсы баласысың деп түсінбейді ешқашан. Еркектер табиғатынан қорғаушы болып келеді. Отанды, отбасымызды қорғау біздің борышымыз. Тек қана әйелімізді және балаларымызды емес, анамызды, қарындастарымызды да қорғаймыз. Күйеуінің анасы жайлы айтқан әр жаман сөз күйеуінің жүрегін жаралаған үлкен бір жара болады. Ол жара жүрегін қанатады, ауыртады. Кішкентай жаралар көбейген сайын үлкен жара болып қалады. Ол жаралы жүрек сені жаным қызым қалай сүйеді деп ойлайсың? Еркектің жүрегі әйелінікі, әйелдің жүрегі еркектікі. Жолдасының жүрегінде саған деген махаббат болғанда, бұл сенің жүрегің қызым. Ол жүректі жаралама, жақсы күт, махаббаттарын зиянға ұшырамасын. Қайын ананның қателіктерін көрсету үшін бостан-босқа әуре болма. Әйелдер ойлайды екен, біз еркектер аналарымыздың қателіктерін көрмейміз деп. Бірақ біз аналарымыздың бүкіл жасаған қателіктерін көреміз. Бірақ әйеліміздің алдында оларды мойындау намысымызға тиеді. Анамыз балалық шағымызда бізді қалай қорғаса, біз де анамызды қорғауды қалаймыз. Осы үшін әйел қайын енесінің қателіктерін айтқан сайын, еркек анасының қателіктерін көріп тұрып анасын жақтайды. Қайын енен сен жайлы жаман сөз айтса да, сен ол жайлы еш жамандық айтпа қызым. Бір-бірін жамандаған екі әйелдің арасында қалған еркек анасын жақтайды, оған сенеді. Ол кісімен қан байланысы және бір үйде тұрған өмірі бар. Оны туған, өсірген, оған көп еңбек еткен, оны адам қылған анасынан бұрылып кетіп, әйелін жақтағысы келмейді. Ақылды әйел еш уақытта күйеуін анасының және өзінің арасында қалдырмайды. Жолдасына анасының қателіктерін көрсеткің келсе, анасын мақта. Анасы жайында жақсы сөздер айт. Мысалы, анасы әйелін жаман, салақ, тағы да басқа деп айтып жатырса, сен болсан, анан өте жақсы адам, ол кісіні жақсы көремін деп айт. Еркек не ойлайды? Әйелім қандай керемет жан. Анам оны қызғанғаннан солай айтады. Осыдан кейін анасы сен жайында не айтса да айтсын, күйеуін оған сенбейді. Керісінше өзіңді одан сайын бағалайтын болады. Солай жаным қызым менің. Күйеуінің отбасымен өз-өзіңді бекер әуреге түсірме. Махаббаттарына өз қолыңмен зиян келтірме. Қайын енен не істесе де істесін, сен дұрыс мінез қылығыңды көрсетсең, бақытына көлеңке түспейді. Келіндер көмек бермесе, қайын аналар сендердің отбасыларына зиян келтіре алмайды. Күйеуіңмен болатын ұрыс-керістерге отбасын араластырма. Отбасыларымыз біздің әлсіз жағымыз. Оларға күшіміз жетпейді, қаласақ та оларды ауыстыра алмаймыз. Бұл себептен күйеуіңді әлсіз нүктеден соқпа, сені жек көрмесін қызым. Үшіншісі, әкенің қызына бұл нәрсені айтуы дұрыс па, әлде дұрыс емес пе білмеймін. Бірақ әйелдің күйеуімен төсекте бірге болуға бас тартуы еркекті ренжітеді, жаралайды, әйелінен суытады. Сүйікті қызым Әлиям, айтқым келгені осы. Бұл сөздерді оқып қана қоймай, бұл сөздерде жылдар тәжірибесі бар қызым. Бұл сөздерді анана түсіндіре алмадым, біз бақытты бола алмадық. Бірақ сен жаным қызым бақытты бол, сені қатты жақсы көретін әкен. Әлия қолындағы хатты ұстап көп ойланды. Хатты тағы да 2 рет оқып шықты. Сосын тұрып, осы түн үшін дайындаған жібек киімін киіп, оған теріс қарап жатқан күйеуін құшақтады. Құлағына жамандықтардың бәрін сыртта қалдырамын және осы сәттен бастап анаға жақсы қарауға, қателіктерін көрмеуге сөз беремін деді. Оған қараған күйеуінің көздеріндегі махаббаттан басқа ештеңе қызық емес екенін Әлия көрді.